Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы оқу мақсаттарының таксономиясы. Оқу мақсаттары оқу процесінің маңызды құрамдас бөлігі екендігіне жалпыға міндетті білім стандартында ерекше назар аударылды. Мұғалім сыныпқа кірер алдында қандай мақсаттар мен қандай міндеттер қояды деп ойлайсыңдар? Ал мақсаттардың орындалып жатқанын қалай тексеруге болады? Бұл сұрақтарды 1950 жылдары Чикаго университетінің профессоры Бенджамин Блум қойған еді. Бір-біріне ұқсамайтын мақсаттар мен міндеттер жиынтығын бір жүйеге біріктіруге тырысып, Блум 60 жыл бойы қызу пікір талас тудырған теориясын білім беру мақсаттарының таксономиясы когнитивтік аймақ еңбегінде жариялаған болатын. Ғалым адам ойлауының деңгейлерін және одан туындайтын оқу мақсаттарын кезең-кезеңімен сипаттай отырып, когнитивтік аймақты қамтитын білім беру мақсаттарының иерархиясын жасап шықты. Оқу мақсаттарының есте сақтау, түсіну, қолдану, талдау, бағалау және құру сияқты ойлау процестерінің иерархиясымен тікелей байланысты екендігіне назар аударады. Блум таксономиясының мақсаты мұғалімдерді когнитивті, эмоционалдық және психологиялық қызметінің үш саласы бойынша психомоторлық, эмоционалдық деп бастайсыз. Эмоционалдық және психомоторлық қызметтің үш саласы бойынша оқытудың неғұрлым тұтас формасын құруға ынталандыру. Блум таксономиясының мақсаттары нәтижелерді анықтау арқылы білім сапасын арттыруға, бағалау материалдары мен танымдық дағдыларды құруға негіз болатын құрылымдық көзқарасты қамтамасыз етеді. Мақсаттар таксономиясы суретте көрсетілгендей бірте-бірте негізгі дағдылардан қосымшы дағдыларға ауысатын 6 кезеңді қамтиды. Бірінші деңгей білімдік мақсат фактілерді, терминдерді, негізгі ұғымдар мен жауаптарды көрсету арқылы өткен материалды есте сақтауды бекіту болып табылады. Бұл деңгейдегі оқушылар айталық алма жеудің денсаулыққа қандай пайдасы бар деген секілді сұрақтарға жауап бере алады. Түсіну деңгейінде оқушылар материалды өздерінше түсініп, өңдеп, басқа форматта түсіндіру мүмкіндігіне ие болады және неге деген сұраққа өз аргументін келтіре алады. Мысалы, пирогтарды пісіру үшін алманың қандай түрлері жақсы және неге? Ал үшінші қолдану деңгейінде оқушылар алған білімдерін жаңа жағдайларда пайдаланады. Үйренген фактілерді, ережелерді және әдістерді пайдалана отырып, мәселелерді шешеді. Талдау деңгейінде тұтас ақпаратты құрамдас бөліктерге жіктеп талдай алады. Мотивтер мен себептер салдарлар арасындағы байланыс негізінде дәлелдер мен фактілерге сүйеніп қорытындылар жасай алады. Синтез деңгейінде ақпарат жүйеленіп, ақпараттың құрамдас бөліктері арасындағы бірдей байланысты орнатады. Өзінше эврика жаңалық ашып, өнім ұсына алады. Осы деңгейдегі алма бәлішіне қатысты тапсырма мынадай болуы мүмкін. Қалаған ингредиенттерді пайдалана отырып, өзің үшін пайдалы алма бәлішінің рецептін өзгертіңіз. Осы ингредиенттерді таңдау себептерін, оның пайдалылығын нақты аргументтермен дәлелдеңіз. Бағалау деңгейінде осы мақсаттар арқылы алған білімнің құндылығын, күнделікті өмірде қажеттілігі сыни көзқараста бағамдалады. Мақсаттар таксономиясының барлық деңгейлері белсенділіктің когнитивтік, эмоционалдық, психомоторлық салаларының тұтастығын және практикалық сыни ойлау дағдыларының иерархиясын көрсетеді. Мақсаттар таксономиясының анализ, синтез, бағалау деңгейлерінде оқушылар өзінің мен ұғымын қалыптастыруға мүмкіндік алады. Осы мақсаттар арқылы оқушы танымдық қабілеттері мен ақыл-ой белсенділігі ғана емес, жеке басының эмоционалдық және әлеуметтік аспектілерінің дамуына ықпалын Карл Роджерс мен тұжырымдамасы арқылы өрбітеді. Тәжірибеге негізделген оқу барысындағы
сезіну және тану оқушының өзінің араласуын көздейді. Өз бастамасы бойынша жүзеге асырылады. Түрткі сырттан болғанымен жетістікке жету, оны түйсіну және түсіну сезімі іштен шығады. Бағалау тікелей оқушының өзіндік пайымдарына негізделеді деп сипаттайды Роджерс. Карл Роджерстың мен тұжырымдамасы оқушыны алға жылжытатын, мінез-құлықтарын бағыттайтын, өзін-өзі өзгертуге жетелейтін әлеуметтік стимул ретінде жеке сипаттамалары бар танымдық және аффектілік компоненттердің үйлесуі болып табылады. Оқу іс-әрекетінің танымдық, эмоционалдық, әлеуметтік бағыттары бірігіп, кешенді дайындықты қамтамасыз етеді. Блум таксономиясы мен Карл Роджерстің мен концепциясы оқу үдерісі мен оқушының тұлғалық дамуы арасындағы тығыз байланысты бейнелейді. Оқу мақсаттары арқылы оқушыны алға жылжытушы, мінез-құлықтарын бағыттаушы, өзін-өзі өзгерту, реттеуші факторларды Жером Бандура 4-ке бөліп қарастырады. Бірінші, қол жеткізген тәжірибесі. Бандураның айтуынша, жеке тұлғаның өзіндік тиімділігін анықтаушы ең маңызды фактор қол жеткізілген жетістік өзіндік тиімділікті арттырады. Егер оқушы мен мұғалім арасындағы байланыс жасандылық пен көзбояушылықтан жоғары тұрса, жалған мадақтаудың орнына оқушының өзі үшін, қоғам үшін маңызы бар жетістік мұғалім тарапынан мойындалған жағдайда оқушы өз тиімділігін арттыра алады. Келесі фактор жанама тәжірибе. Біреудің жасағанын мен де жасай аламын деген принципті ұстанады. Осы орайда неліктен оқу процесінде кейстерді пайдалану тиімді деген сұрақ негізінде ойланып көрейік. Біріншіден, кейс біреудің басынан өткен оқиға, ол жағдаят. Сол кейстерді талдау барысында біреудің табысқа жету жолы өзінің осы кейске қаншалықты сәйкес келетіндігін көруге, адамдардың өзіндік тиімділігін арттыра түсуге ықпал етеді. Бандура ұсынып отырған келесі фактор адамдардың пікірлері ықпалының күштілігі. Адамдар бір кезде өздеріне айтылған нақты сөздің, мадақтаудың, олардың өз-өзіне деген сеніміне әсер ететіндігін естерінде ұзақ сақтайды дейді. Келесі, оқушы стресстік жағдайларды қалыпты деп қабылдап, оны өз қабілеттерімен байланысы жоқ деп санаса, өзіндік тиімділік деңгейі оның физиологиялық реакция салдарына деген сенімін өзгертеді дейді. Бандураның тиімділікті арттыру факторларын мақсаттар таксономиясындағы іс-әрекеттермен тығыз байланыстысын осы жерден көруге болады. Мақсаттар таксономиясындағы дағдылар иерархиясының әрбір деңгейі үшін, әр деңгейде білім мен дағдыларды белсендірудің және өзіндік тиімділікті арттырудың тетіктері бар. Назар аударатын мәселе мақсатты анықтауда әрекетті нақтылы сипаттаушы жетістіктердің маңыздылығын атап өтуге болады. Жетістік дегеніміздің өзіне сұрағына берілетін жауап іс-қимылды, әрекетті білдіретін сөз табы деген бір ғана жауап бар. Олай болса, мақсаттарды анықтауда оқушыны қандай әрекетке итермелеп отырсыз, не істеу керек деген сұрақтың жауабын мақсатта қолданылатын етістіктер арқылы қарастыруға болады. Сызбаға назар аударатын болсақ, мақсаттар таксономиясының әрбір деңгейіне сәйкес ұсынылған етістіктердің тізімі берілген. Бұл деңгейінде, білім деңгейінде қолданылатын атаңыз, сипаттаңыз, анықтаңыз деген етістіктер бала үшін не істеу керектігін білдірсе, бағалаушы үшін нені бағалау керектің нақтылығын көрсетеді. Дәл сол секілді түсіну деңгейіндегі етістіктер түсіну, түсіндіру, әңгімелеу, салыстыру тағы басқалар. Жіктеу, жалпылау, ашу, қолдану деңгейінде жаңа жағдайларда қолдану, шешу, орындау, өзгерту тағы басқалары. Бұл деңгейдегі әрекеттерді өнімсіз деп атауға болады. Өйткені оқушы нақты берілген білім шеңберінде ойланып, әрекет жасайды. Талдау, синтездеу, бағалау деңгейлері оқушыдан өзіндік әрекетін, өзіндік ойын, өзіндік тұжырымын өндіріп алуға болатындай етістіктермен нақтыланып, өнімді деңгей деп те аталады. Мысалы,
талдау деңгейіндегі салыстыру, қарама-қарсы қою, себеп салдарын, заңдылықтарды анықтау деген етістіктер оқушының өзіндік жұмысына бағытталғанын көрсетеді. Мақсатқа жету тек іс-әрекетте ғана емес, іс-әрекетке итермелеуші мотивке де тікелей байланысты. Мотив латын тілінен аударғанда қозғалысқа келтіру, итермелеу дегенді білдіреді. Мотив термині көбінесе мақсат пен қажеттіліктің синонимі ретінде қолданылады. Дегенмен, мотив адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыруға байланысты ішкі талпынысы, ал қажеттілік бұл бір нәрсеге деген мұқтаждықты білдіреді. Мысалы, Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы арқылы адамды қандай факторлар ынталандыратынын түсіндіреді. Оқыту мақсатын осы қажеттіліктер призмасы арқылы қарайтын болсақ, қажеттілік деңгей неғұрлым жоғары болса, соғұрлым оқуға деген мотивация күшейе түсетіндігін түсінуге болады. Жалпы, қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жағдай жасау маңызды. Білім стандарты арқылы білім мазмұны, оқу мақсаттары анықталған, оқулықтар, оқу әдістемелік құралдар жасалған, материалдық, техникалық қормен қамтамасыз етілген. Бұлай қарасаңыз, барлық жағдай бар. Олай болса, мұғалім үшін оқушы қажеттілігін қанағаттандыру үшін қандай жағдай жасалу керек? Қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған әрекетті ынталандыратын мұғалім тарапынан қойылатын сұрақтар мен тапсырмалар оқушы үшін қажетті де жеткілікті жағдай болып табылады. Дұрыс сұрақтар мен тапсырмалар оқушылардың қажеттіліктерін анықтау және қанағаттандыру құралы ретінде, және олар оқушылардың өздерін сенімді сезінетін, қолдау көрсететін және дамытқысы келетін мотивациялық орта жасайды. Сонда оқу мәнді және ынталандырушы болады. Мұғалім неғұрлым оқушы қажеттілігін арттыратын сұрақтар, тапсырмалар құрастырса, оқушы соғұрлым табысқа қарай тиімдірек жылжиды. Осы жерде Фрэнсис Бэконның ақылды сұрақ бұл істің табыстылығының жартысы деген тұжырымын келтіруге болады. Ақылды сұрақтар рефлексияға, талдауға, шешімдерге және сыни ойлауға итермелейтін сұрақтар екендігі мәлім. Олар фактілерді қарапайым жаңғыртуды қажет етпейді, бірақ тақырыпты жақсы түсінуге және жаңа байланыстарды табуға көмектеседі. Ақылды сұрақтар ол қандай сұрақтар? Біріншіден, нақты я жоқ жауабын қажет етпейтін ойлауды және талдауды ынталандыратын айырмашылықтар мен ұқсастықтарды табуды талап ететін ашық сұрақтар. Мысалы, неге, неліктен, қалай, сен қалай ойлайсың? Тағы да басқа осы секілді сұрақтар әңгімелесушілер арасындағы кедергілерді, оқшаулану сезімін жояды. Жетекші сұрақтар естігенді нақтылау үшін солай емес пе? Әрине, деген секілді анықтамалық сұрақтар арқылы күтілетін жауапты айқын етеді. Альтернативті сұрақ бірнеше мүмкін жауаптар ұсынатын немесе өз ойын айтуға шақыратын ашық сұрақтар. Мысалы, сіз қалай заңгер болдыңыз? Өз мамандығыңызды саналы түрде таңдадыңыз ба? Ата-анаңыздың жолын қудыңыз ба? Немесе досыңызбен бірге болғыңыз келді ме? Бұл риторикалық сұрақ шешілмеген проблемаларды еске түсіру үшін белгілі бір реакцияны қоздырғысы келгенде сұралады. Мысалы, адамдар бір-бірімен қашан түсіністікте болады? Тығырыққа тіреуші сұрақтар, келесі тығырыққа тіреуші сұрақтар айтылған сөздердің қарама-қайшылығын дөп баса отырып, тығырықтан шығуда оқушыны ойлануға мәжбүрлейді. Сол секілді сұрақтарды тәжірибе жинақтауға, тұжырымдауға, рефлексиялық әрекетке бағытталған сұрақтарға да бөлуге болады. Сонымен біз сұрақтардың кейбір түрлеріне тоқталдық. Үйге тапсырма, жасанды интеллект және университет болашағы тақырыбын талқылау үшін сұрақтар қорын құрып келуді ұсынамын. Өздеріңіз байқағандай, бұл тапсырма белгілі бір тақырыпқа немесе нақты білімге қатысты емес, әркім өз әлеуетін, мүмкіндіктері мен құзырлықтарын толық пайдалануға болады. Сонымен, құрметті студенттер, бүгінгі тақырып
нақты бір әдебиетке негізделді деп айту артық, қиын. Табысты мұғалім болу маңызды деп санасаңыздар, өз бетінше ізденуге тура келеді. Ал қосымша әдебиеттер ретінде Бенджамин Блумның білім берудегі мақсаттар таксономиясы еңбегін интернеттегі ашық ресурстардан алып оқуларыңызға болады. 2014 жылы шыққан мектептегі іс-әрекетті зерттеу әдістемелік нұсқауды пайдалануға болады. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Аман сау болыңыздар.